Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен ауызда еритін өте дәмді болып шығатын, бір отырғанда тауысатын пәтір нанның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Енді ыдысымызға үстімізді құйып, тұз салып, бір жұмыртқамызды салып, майонез, бір ас қасықтай майонез салып, 3 ас қасықта тоң май қосатын боламыз. Пәтір нанымыздың дәмді әрі ауызда еритін болуы бұл тоң майдың арқасында, яғни сұйық май мен тоң майды жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыз, енді сұйық майды қосып, жақсылап араластырып, қолға жабыспайтынды етіп, қамыр илейтін боламыз. Енді араластырып алған массамызды еленген ұнымыздың үстіне құйып, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Егер де ұндарыңыз бірікпей жатса, аздап сүт қоссаңыздар болады. Менде 2 пәтір нан шықты. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Өзім жасап көргендіктен, өзіме ұнағандықтан рецептпен сіздермен бөлісіп отырмын. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен жақсылап басып, июін қандырамыз. 2-ге бөліп, тағы да 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып қойыңыздар, қаясып қалмау керек. 20 минуттан кейін қолымызбен осылай жайып шығамыз. Домалақ формаға келтіріп, жақсылап біркелкі етіп жаямыз. Жайып болғанымыздан кейін листімізге салып, листімізді майлаудың қажеті жоқ, жабыспайды. Енді сәндеп шығамыз қолымызбен осылай. Енді жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Өте дәмді әрі түсі де керемет болып шығады. Үстінен мен күнжіт септім. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Сеппесеңіздер де, мак сепсеңіздер де болады. Енді печкамызды 200 градусқа қыздырып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздан пісіп шықты, өте дәмді болып шықты. Түсі де әдемі, қып-қызыл. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп кетіңіздер, және де алдындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда бірінші болып шыққан рецептім алдын ала сіздер көре аласыздар. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.